Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге рукола қосылып жасалатын мерекелік дастарханда өте әдемі болып көрінетін майонезсіз салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші лимонымыздың соғын шығарып сығып аламыз. Осылайынан ыдысқа сығып алсаңыздар болады. Одан кейін күнбағыс майын құямыз. Келесі кезекте бізге горчица дәні керек болады. Құрақ горчица емес, осындай Махеев фирмасының қолдансаңыздар болады. Горчицамызды қосамыз. Енді осы қоспаларымыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне осындай бізде сұйықтық пайда болды. Бұл соус ретінде қолданамыз. Рукколамыздың шеткі жақ бөліктерін кесіп алып тастаймыз. Міндетті түрде жақсылап жуып кептіріп аласыздар. Одан кейін ыдысымызға осылайынан орналастырып шығамыз. Ең астыңғы бөлігінде руккола тұрады. Одан кейін апельсинді қолданамыз. Апельсиніміздің қабығын аршып аламыз. Мен осындай бір тарелкаға жарты апельсин ғана қолданып жатырмын. Өздеріңіздің ыдыстарыңыздың көлеміне байланысты қолданасыздар. Апельсинді міне осылайынан әдемілеп турап аламыз. Барлық апельсинді осылайынан турап шығасыздар. Негізі бұл салатқа құрамына өте аз және де мөлшерде заттар керек болады, сондықтан дайындап көрсеңіздер болады. Қызылшаны алдын ала пісіріп қайнатып алдық суға. Осындай төрпіш формада кесіп аламыз. Енді соусымыздың жарты бөлігін рукколамыздың үстіне осылайынан құйып аламыз. Жарты бөлігін алып қаламыз. Жарты бөлігіне турап алған қызылшамызды толықтай саламыз. Енді араластырамыз. Сонда бізде дәмі барлығы жақсы болып шығады. Бізде горчицамыз кішкене қышқыл және тәтті дәм береді. Қызылшамызды орналастырып шығамыз. Толықтай келесі кезекте апельсинімізді орналастырамыз. Келесі кезекте біз творожный сырды қосамыз. Творожный сырды 2 қасықтың көмегімен осылайынан салып шығасыздар. Ешқандай форма беріп қажет емес. Келесі кезекте кедр жаңғағы, яғни кедровый орех қосамыз. Оны қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.